Баршаңызға сәлем. Көріп тұрғандай бізде қыс 20 градус аяз, далада шөп жоқ, бірақ аяқ астынан бізде шөп пайда болды. Бұл шөп қалай пайда болды? Бұны көргіңіз келсе видеоны соңына дейін қараңыздар. Кеттік ағайын. Ассалаумағалейкум тағы да. Қалайсыздар ағайын? Қалайсыздар көрермендер? Біздің атымыздағы гидропоника тәсілімен өсіріп жатқан шөптер, бұл жерде арпа, қара бидай, ақ бидай түрлері өсіп жатыр. Қалай өсіреміз, малға қалай пайдасы бар, қалай берген дұрыс болады, сол туралы видео сіздерге көрсететін боламын. Гидропоника дегеніміз не? Бұл жеті күнде өсетін шөп, яғни топырақсыз сумен өсетін шөп болып аталатын гидропоника дейді. Ол кез келген дәнді өсіре алады. Біріншіден шөпті егу үшін жер таңдау керек, теплица немесе сарай немесе монша деген сияқты кімге ыңғайлы болады солай. Және де комнатың температурасын ылғалдың өсетін мындай құрылғы керек, міндетті түрде маңызды осы арқылы шөптің бағын тексеріп тұрамыз. 15-18 градус жылылықта өседі, ылғалдық 70-60-та сол шамада өседі. Ең бірінші жем жуатын ыдыс, бізде бачок көп болғасын. Біздер 30 кг еземіз. 6 шелекке 6 шелек су болады. 6 шелектен бұған марганцовка, бұған кәдімгі известь саламыз. Көреміз. 6 шелек суға шегенің ұшымен салсаңыздар, сол кезде цвет осындай болады. Асты көрініп тұр негізінде. Қазір известь еземіз. 200 грамм известь 2 шелек суға барады. 6 шелек суға 400 грамм известь. Бұның дайындалатын себебіміз біз жемді қазір дезинфекция жасаймыз. Бірінші 15 минут бойы марганцовка тұрады, 15 минут бойы известь тұрады. Әсіресе известті араластырып тұрған жақсы, түріне жиналып қалады араластырып. Известтің езілмейтіндері бар ішінде, соларды алып тастаған жөн болады сүзгімен. Бізде бұны бурбулятор дейміз. Бұл жерде негізгі аквариумный компрессор бұл дейтін. Ауа ойдап тұрады. 5 жылға дейін істейді деп айтады, көреміз қашан істейтін. Гарантиясы тоқтамай істей береді. Содан интернет заказ берсеңіздер болады. 10-15 мың шамасына алуға болады бұл нелерді. Алиэкспресстерді қытайский қой. Осыдан мен дейтін шланкаммен мынаны каждый день тиіспей шықтым. Желе дейді. Қалай процесін көресіздер. Төмен тонысы жатады. Осыдан су құямыз. Бұл жерге бұл болмаған жағдайда 12 сағатқа суды салып қоюға болады, 12 сағатқа. Одан асып кетсе, 12 сағаттан асып кетсе, жем тұншығып қалады. Ал бұл бізде бір күн бойы тұрады. 20 сағатқа дейін барады жағын. Жем бізде тұншықпайды, себебі бізде кислород барып тұрады. Оттегі болады, оттегі. Қазір қосамын. Бурбулятордың нәтижесі осылай болса, жақсы болады. Әрбір жерден ауа шығып тұрады. Осыған жем саламыз. Бұл бір күн бойы тұрады. Бір күн деген 20 сағат шамамен. Ертең осыдан біз сағат кетеді 12 болады. Ертең сағат 9-да келіп жаяды, осы жамады. Біздегі бұл компрессор 80 литрлікті, 80 литрға күшейтетін компрессор. Бұның түрлері көп, 5 литр, 10 литр, 20 литр деп кете береді. Сіздерге аздан бастайтын болсаңыздар, 5 литрлік, 10 литр компрессормен де бастауға болады. Бұл компрессордың пайдасы біздер бір күнде ұтамыз. 7 күнде өсіретін шөп болып шығады. Ал компрессор болмаған жағдайда 8-9 күнге барып қалады. Бұршық жармай қалады, тек қара матада түскен кезде, сол кезде жарады. Біздегі қара бидайдың салмағы 30 кг, қазір көрсетіп. Ровно 30 кг. Осыдан 150 кг шөп өседі бізде. Бұның 30 кг қара бидайдың бағасы 2400 теңге. Сонда шамамен 5000 теңгеге бір рулон 300 кг шөп шығады. 2 күнде шығады шамамен. Жемді саламыз қазір 30 кг бір мешек қара бидай. 15 минутқа саламыз. Сосын салғаннан кейін бетіндегі қоқыстарын аламыз сүзгімен. Қара бидайды аз шығады, арпаларда әсіресе көп шығады. Біз басын арпа істегенбіз, қазір қара бидай езіп жатыр. Марганцовканы қазір жуамыз қазір. Марганцовка бактериялар өлтіреді, грибок соларды. Әйтпесе шөп көріп кетеді. Осы арқылы сыртындағы бактерия өлтіреміз. Дән ішіндегі зиян болмайды. Зерттелген нәрсе дейді. 15 минут өткеннен кейін мындай бізде фильтр бар. Асын тиісіп қойдық былай. Үстіндегі дәннің фильтрін жасап, дән алып қалады, суға ағып кетеді. Қазір бетіндегі суын аламыз да, осыны известке саламыз. Марганцовканы известке саламыз. Известті шама келсе қосалмаған дұрыс, сүзгімен болғат тұрмыз. 15 минут, ал 20 минут шама болады, 15 минуттан кейін ала беруге болады жемді. Известен алғаннан кейін сол фильтрға шайымыз. Осыдан қазір жақсылап тұрып жуып, бурбулятор саламыз. Енді жақсылап тұрып осылай жуған дұрыс. Манаға извест, марганцовканы бәрі осы жерде шайып аламыз. Қолмен мынандай істеп тұрсақ, жақсылап суға береді. Осыдан қазір дәннің бәрін барлығын осында жинаймыз да, сосын бурбулятор саламыз. 2 қайтара, 3 қайтара жуған дұрыс. Ана жемді жуып болдық. Ендігі бурбулятор саламыз осында. Шөптің соңына сай тазартқан жақсы. Жемді салдық. Су жылып, қатты салқын емес. Әзірге міне сап-сары. Ертең осы бұрыш жарады көресіздер. Құда жауы. Мұндай жауып қойған жақсы болады. Ертең көреміз. Міне бізде екінші күн бурбулятордан шыққанның нәтижесін көреміз. Құда жауы. Ауаға өсет, дәніміз бұршық жарады былай ағарып бастар. Қазір осыны атмосқа жайтын боламыз қалыңтырға. Біріншіден қалыңтырды, кесіп алған қалыңтырды майыстырғанда жаны 4 см,
ұзындығы 35 болған дұрыс болады. Бізден қате кетті, негізінде 38 қылып жеттік. Себебі біздер мынандай бізде дайын темір болды, соған келтіреміз деп 38 қылдық. Ал 35 болса, кішкене жақын болса, жем су ағу процесі жақсы болады. Бұл бізде ортасы майысып кетті. Ана қысқа болса майыспайды, шөп өсу процесі жақсы болады. Қалды бізде қауіпті болды. Ұшлары бар, апасының ойында. Сондықтан біздер мындай пластмасс поддон дейді, интернетте заказ бердік. Алматыдан ашып, 880 теңгеден поддон для гидропоника десе шығады. Осыны ала болса жаздам екен. Дұрысынан бізде гидропоника саламыз деп ойда бар. Сол кезде осыған байланысты полк жасап, мынандай арзан материалға. Сол кезде осыған есептейміз. Қаңтарлар біздің басында тексеруге алған нәрсе. Бұны тегістеп қораға бір жерге пайдасы болады. Болашақта осымен жұмыс істейміз. 35 сантиметр дұрыс деп айтып отқан себебім біздің бұл арнайы жасаған арасы 35 мін. Сондықтан 35 қылсаңыздар келесіде қаңылтырмен істеген кезде бастағанда. Біздің қаңылтырымыз қорда тұрады. Бір күн бойы қорда. Сосын қордан әкеліп қойып, әйтпесе асты дезинфекция жуылмаса көріп кетеді. Хлор таблетка осындай. Осына 20 таблетка салсаңыздар жақсы болады. Нормасы осы ғой. Алдымен жайып аламыз, сосын мынандай құру арқылы ағаштан салған тегістейміз дейді. Артын алып түсеміз. Жемнің қалыңдығы 1,5-2 сантиметр болғаны абзал. Себебі 1 сантиметр болса тамырланбай қалады. Ал 2 болса жақсы тамырланады, 1,5-2 болса. Ал міне тегістеп жайдық. Енді қазір бұны полкаға қоямыз. Құралар. Барлығы қолдан жасалды. Жасағанымызға 2-3 ай болған шығар. Басы бір ай дейтін үйренумен кетті осы. Сөйтіп каналға үйрендік барлығы. Біздің полка уклоны 1 метрға 7 сантиметр керек, яғни мына жағы 7 сантиметр, мына жағы бірдей. Арасы 7 сантиметр болса, су ағу, шөп шығу процесі жақсы болады. Мынау бітіп жатыр дәніміз, бірақ бір нәрсе айта кетейік. Сүзгіміз мықты. Мына сатылған сүзгі сынып қалады. Құдай барайықшы. Сваркілеп мындай істеп өтсеңіздер, мынау қағазымен сваркілеп өтсеңіздер мықты болады. Бұл ағам істеп берген, сварщик ағам. Ауа шығаратымызды күнеге сумен жуып тұрсаңыздар мындай. Арасы қазір жақын жуға болмайды, бұны тескер бітіп қалады. Жемімізді жайып болдық. 12 қаңылтыр шығады. Бір қаңылтырдан 13 килограммдай шығады шамамен. Сонда 150 килограмм береді салмақ. Қазір бұны мындай қара матамен жабамыз. Матаны бұрап дайындап аламыз. Қара матамен жапқан осылай жадам ыңғайлы. Қара мата жабу себебі 2 күндей қараңғы жерде тұру керек. Содан кейін үстіне су шашып тұрамыз 4 мезгіл. Қара бидайға 3 мезгіл шашуға болады. Арпа мен ақ бидайға 4 мезгіл. Таңертең 12-де, кешкі 4-те, түнде сағат 1-де 9-ға шашып кетсе жақсы болады. Мынамыз екінші күн кешке бұны матаны алмады. Суда бір өтіп жатыр бетімен. Болды, артық шашылмайды. Болды. Осыны әбетте 3 мезгіл жасап тұрсай. Біздегі суару, осы жерде тек шу өскеннен кейін тамыры осы жерден суарамыз. Қарар өзі барады. Біреу 2-3 суарады болды. Ара шу шашып кереміз. Құдай шу суарыз. Үстінде ана тамырын шашамыз. Болды. Ара өзі ағып бара қойды. Мына бірінші күнгі жайылған жем. Мына екінші күнгі тамырланады. Осылайынан болды. Осының үстіне матаны алып тастаймыз. Осының екінші күн мындай болады жайрап. Екінші күн. Мына үшінші күн болады. Үшінші күн. Төртінші күн мындай болады. Бесінші күні жылдам өсе бастайды. Бұл бесінші күн. Ал жетінші күнге жақын. Бүгінгі жетінші күні біз малға беріп тастағанбыз, сондықтан түсіре алмай қалдық. Мына біздің ақ бидайымыз тамырланып Тексеруге қойған шөбіміз басымыздан. Қалғанда қара бидай. Арпаның басында өсірдік. Қара бидайдың түрі кішкене қарлау болады. Басты таза керемет. Бізде ылғалдылықты шығаратын құрылғы жоқ. Мұнда терезе арқылы ылғалдылықты қолмен келтіріп отырдық. Болашақта ылғалдылықты арнайы шығаратын вентиляция бар. Бұл вентиляция пайдасы болады. Мұндай алмаған жақсы. Аз екен. Жарық түсу процесі 16 сағат болған жақсы. Кешке қосып кетіп, таңертеңге дейін күндіз сөндіріп тастап сөйтті. Сонда шөп жақсы өседі. Бірақ интернетте қызыл мен көк арасынан свет жақсы шығады дейді. Фитолампа деген бар. Біз алғанбыз, бірақ нәтижесі менің тәжірибем бойынша бірдей қарапайым 30 ваттықпен де бола береді. Мен өзім соған да өсіп жатыр қазір. Жарық мұндай 30 ваттықпен де полка салған кезде түріп қоюға болады. Біз қолдансамыз бәрін. Күндіз айыптайсыздар. Кеште қосып кетсеңіздер түнде жақсы өседі. 30 ваттық, 20 ваттық бола береді. Міне 0 литр алып кетеміз. Санаған шөптің. Ешқандай алдап жатқан жоқпыз. 14 кел 15-ге жақын тартады. Жарты күн өскен жоқ мына шөп әлі. 14 кел үстінде. Ал, тұта төкті. Шөпті алайық өзін. Шөп қой. Мына ешқандай ішінде ештеме жоқ. Құр шөптің өзі. Қайдан келдіңдер? Атырау! Шиелі! Ақтөбе! Абай Роза Бакиева.